Все, үйден қозғалдық. Тез ашық тұрса да, бірақ алдымызда түн болғандықтан салқындайтын шығады ойлаймыз. Күліңіз, қабағыңызды ашыңыз. Сізді любой сәттеріңізді түсіре беруі мүмкін. Бәріне дайын болыңыз. Сондықтан бұл видеоға қызық үшін түсіретін YouTube канал. Рахмет сіздерге. Гүлекең өре деп атып тұрып, не болды десем, проводник ана жақта терезелерді жабамыз деп отыр екен. Кондиционерді қосуға сразу бірден жапты. Атып тұрып. Жақсы болды кондерменен. Бұйырса Гүлекеңмен бестің шайын ішіп жатыр Гүлекең. Гүлекең көңіл күйі дұрысталған сияқты, мына не қосылғасын. Деді жаңа кондиционер қосылғасын. Бірақ қатты салқын емес та? Нормально, қатты салқын болса тоңасын. Одел түсіресін, әрекет алысын. Соны айтам, Гүлекеңді айтам, мынаның бәрін жеп қой дейді. Мен қарныма сыймайды ғой, қарнға тыға бергеннен болмайды ғой. Қой, жегенімше жеймін енді. Жердің бәрін қараңғылап жауып қойды. Күшті болып тұр. Жерде қасымызда Қызылорданың баласы бар, келесі көпеге кетті, адамдар бар екен қасында. Сонымен енді істейін өтсін. Шай ішіп алып, телефон кино қарайды. Кино мен скачаттайды өзіме үлгерген жоқпын. Сондықтан мен қараймын сенімен бірге. Сенімен бірге қараймын? Не? Сен бірге қараймыз? Кәдімгідей. Телефонды мына жерге қойып қойсың, отырып қараймыз екеуміз. Мен қарайтын киномды сен қарамайсың. Қараймын ғой. Екеуміз кинотеатрда отырған сияқты. Телефон мына жерге сүйеп қоясың. Екеуміз екі наушник тағып аламыз да қараймыз. Мәз болғанбыз. Достар, мына таңертең тұрдық, негізінде ерте Қазалыға деген жерге түстік те, сосын жерде жүргенде түсіруге ұмытып кетіппін. Оны Гүлекеңде айтпаған. Енді қазір Гүлекең шайын ішіп отырмыз. Тұрып алды сағат 9-дың шамасы. Гүлекең берген шайын ішіп, отыр Гүлекеңді өзінше болып отыр, түрден тұр жоқ болып отыр. Не болды? Қанбай қалған сіз болып тұр ма? Кішкене тіл түсің, оны көре алмай отырдым. Өңдеп айтсың маған, қойшы. Бетін табақ деген, жоқ, нормально болып тұр. Не қайда? Осыны жейміз бе қазір таңертеңге? Жарамайды, самсаң чебурекең жұмыртқаң бар. Жарайды, сосын әбеттене бересің. Әбетте, холодильникте картошка бар. Холодильникке салып қойған тамақтар бар, запасы бар. Біздің Құлжаның табиғатына ұқсайды баласы. Бұл Қазалы деген жерден өтіп баратырмыз. Бұйыртса, ары қатар аластырамыз ғой. Мына жақта не күшті болады? Мына жақта адамдар көбейді, дұрыс айтасың. Үстінен алып жатқан сияқты адамдарды. Енді ол да жол серіктердің тіршілігі. Ақшасы керек, жолдан адам алып жатқан көрініп тұр, естіп отырық. Солай ма Гүлеке? Бізге де жоғарғы адам келді. Мына бала түседі. Қызылордадан түседі, әбетте бір жарында. Приятно бала. Гүлекеңнің шайын ішіп алып, таңертең шайын ішіп алып жатырған. Сағат әлі ерте. Бір жарымда Қызылордаға барады, оған дейін уақыт бар. Телефонға скачать етіп алған видеоларды қарап жатқан, құлаққа наушникті тығып алып, Гүлекеңнің наушнигін алып алдым. Гүлекең не істеп жатыр екен, қарай екен. Гүлекеңді жатыр. Істеп жатыр екен. Істеп жатыр, наушнигім менде ғой. Кино қарап жатырмын. Кино қарап? Ауылдан скачать етіп алдың да? Скачать еткен керек, наушник жоқ. Неге тұрып отырмайсың? Соты беретіне домалап? Елім ауырып қақсы отыр. Отырып елім ауырды. Сағат 1:30-ға дейін Қызылордаға келгенше уақыт. Мінекей елсіз даламенен әлі жүріп келе жатырмыз. Қазақтың кең байтақ кең даласы. Гүлекең домаланып төменде әлі жатыр. Мен де Гүлекеңнен қалама деп төменге ауысып алдым. Сен де домаланайын деп. Мен де домалап жатайын деп. Жоғарыдағы орында. Жоғарыдан домалауға ыңғайсыз болып отыр ма? Дұрыс айтасыз, жоғарыда домалауға ыңғайсыз. Жоғарыдағы орында босатып қойдым. Себебі мына жердегі жатқан бала Қызылордаға дейін еді ғой. Жолдан Қармақшыға жақын жерден, Жосал деген жерден түсіп қалып жатыр. Енді бұл баланың билеті негізі Қызылордаға дейін. Әлі бір 2 сағаттай уақыт бар. Бірақ Қызылордадан әрі қарата Алматыға дейін ешкім бұл жерге міне қоймас деген ойдамын. Себебі Қызылордадан Алматыға пойыз көп жүріп жатырған. Сондықтан кетіп болған ғой, ешкім емес. Келіп жатса босатып бере қоямын.
Гүлекең әңгіме айтасың ба, айтпайсың ба? Не мешайте, пожалуйста. Ой, қазақша сөйле. Не аласың осы сөйлеп? Түкір. Әзіл ғой. Так. Сонымен осылай енді төменге де боламын жатам. Жақсы болды төменге саған. Сәлем бердік мұстапа, біздер әлі жолдамыз. Гүлекең барып ана жақтан ебет тартып тұр. Қалай істедің деп жылттым дедім ба? Су ұстадым, менің үстіне жарты сағат қойып қойдым. Аларды. Жылтып алып кетті. Бұл әбетті Жалағаш деген жерге келдік. Гүлекеңнің әбетін ішеміз. Сосын бұйыртса бір сағаттардан кейін Қызылордаға келеміз. Жерін даваны түсіреміз. Қызылорданың не бар екен көреміз. Көреміз, вокзалын көреміз, не бар екенін көреміз. Гүлеке самбарлап қатты сөйлейтін боласың. Дұрыстау үшін дұрыс естілмей жатыр алысты. Тағасың ба? Жоқ, тақпаған жақсың да. Тақпаған кәдімгі шынайы андай не болып шалды. Оригинал болып шалды. Гүлекең не берейін деп жатыр. Кіші картошка сәлі біткен жоқ. Картошка с мясом. Балақ әлі біткен жоқ. Қазы бар, өшке бар. Қазы да бар ма әлі? Ал ас болсын. Жеп алайық Гүлекең қана. Не алдысың? Мына жерден кетіп Мынау Қызылордаға келдік. Қызылордаға келгесін даланы шығып қарайық деп, ауасын жұтып қарайық деп таза ауа шығып жатқанбыз. күн ыстық екен. Ыстық. Қызылордаға мына жерге жаңадан вокзал салған екен, мінекей. Бұрынғы ескі вокзал анау. Ja, Қызылордалықтар барсыздар ма? Неге өтейікші? Қайда, жолға ма? Неге? Пойыз кетсе хабарлайды ғой. Жоқ, шақырмақ болып. Мына екінші жолда жүрік қой. Бүгін қорқып жатыр, ана жақта қалып қоямыз. Біздің вагонымыз ең алдында. Ең алдында екінші вагонда. Мен кеттім сен. Қалай барамын? Қайда кетесің? Неге? Қой. Видеоның сәні сен ғой, Гүлеке. Қорқпа деймін, мына пойыз кетсе хабарлайды. Жоқ, мына жақта ештеңе жоқ қой деген. Анау не тұр ғой, ана. Кішкентай маневр тепловоз тұр, сосын екінші жолға қойған ғой. Қызылорданың бұрынғы вокзалына болу керек. Жаңа ана жерде не бар, ресторан бар. Ресторанға бұрын ресторан деп жазатын еді, қазір мейрамхана деп жазып қойыпты, оны да көрсетеміз. Міне пампылдатып отырған. Жүреміз ба? Кейін шығасың ба? Ештеңе алмадың да? Бар ма бәрі? Кеше тамағың тауыс алмай жатсың ба? Бәрі бар. Ертеңге дейін дамалмаймын. Жетеді ма? Ертең көреміз. Так, новый вокзал кішкентай емес пе? Шығып жүрмейміз ба? Қорқыш. Әлі жүрмейді, қызыл жанып тұр алдында. Неге жаңа ресторанды, бұрын ресторан деп жазылып тұратын еді. Қазір мейрамхана деп жазыпты, бұл да бір жақсылықтың нышаны қазақ тілінде. Зулап кетіп барды, жеткізбейді. Бұл деп. Жүгірші Гүлеке. Жүгіріп батырсың ба? Даладан келдік Гүлеке, жүгіріп ынтық мәне болды. Елдің шетіне дейін апарып. Таза жүріп келдің ғой. Қайда ыссы. Мына жерге ешкім келмеген ба? Келмесе жақсы да. Келсе қосатып береміз. Шиелі, бесте барамыз шиеліге. Беске дейін ұйықта енді сатып алыпты. Әлде кино қарайсың ба? Кино бірге қарайық. Бірге кино қарайық. Шиеліге келдік. Шиелінің вокзалда үлкен бір шама жер екен. Гүлеке мұн жақта алып қойды. Мороженое алып келіп жатыр. Алдың ба екеуін? Екі мороженое алдың ба? Мороженое келіп кетті ме сен? Ештеңе жемейін деп едің ғой. Қызық кеттің ғой. Екінші жолға келіп тұрдық. Бірінші жолдан Алматыдан Оралға кетіп жатқан пойыз жүріп кетті. Қалай екен мороженое? Жақсы ма? Нормально. Мінекей Шиелінің вокзалы осы. Шиелден түсіп келдік те, домаланып қайттан жатып отырмық. Гүлеке тағы жатайын деп жатайын деп жатыр едім, ұйықтап қалдым ғой. Қой. Түсіріп жатыр екенбіз. Жатып жүретінбіз. Не істеймін, отырып қалшы бермейді. Шешек тісім шей бермейді. Әлі ерте деп 5-15 сағат ерте деп отқандағысы. Бетімнің жерлерім апа қойып кетті өйтіп. Қойды. Ана жоқ, мына жерде сызық қойып бетім қойып қаран жағын. Неге олай? Далада көп жүрдік қалдың да. Сонымен Шиелден негізі қауын қарбыз сататын жер ғой, күріштер сататын жер. Бірақ қазір тек пісіріп жатқан тамақтар ғана бар.
бәрі бар вообще. Ыссы тамақтар көбіне тұратын. Иә, көрсеттік қой жаңа. Енді не істейін, 6-ға дейін жетейін бе, не домалап? Не істейсің енді? Осы жүрдік. Телефонымды әйтеуір рақаттан тосылып жатырмышын. Жүрді ма, қозғалды ма? Жүретін уақытта болды негізі. Бұйыртса 8-дерде, 8:15-те Түркістанға барамыз екен. Сосын түнгі 12-лерде Шымкентке барамыз. Азғантай тұрып кетір негізі. Тез барғысы келіп кетір осы. Қалай болғанда сол 56 ма 58 ба сағат жүреміз. Ал жол болсын қозғалды. Жақсы, телефон зарядтайтынымыз бар, кино қарап жата береміз. Иә, киноға тойды вообще. Да, неше күнде бітірдің? Жоқ, бір кино қарап не? Жақсы. Ал біздер киелі Түркістанға келіп қалдық. Постоянно түскен сайын шашликке жүгіретін едім. Түскен сайын шашлик алып жатқан жоқпын. Біреу бірдеңе айтып содан ұнамай қалды, шашлик алып жатқан жоқпын. Просто қыдырып жүр деп қоямын, 15 минут уақыт тұрайды тек қана. Вокзалдың ішіне кірмей қойып, просто сыртына көкең мына жақта жүр. Екі қолын қалтаға салып. Мен түсіріп жүремін деп қояйын ба. Жатып бүйтіп аузымыз іспеттей болып кеткен. Шай тамақ. Камераны кішкене сен ұста деп. Мен ұстай бергенше деп. Иә. Таңертең ерте тұрғанменен тұрып болмай. Өзі тұрып жатырмын. Беті қолым жоқ, сырқауымды қайтты дегендей. Қолым өліп жүрсін. Соған жұқырақ шайына келіп қойды. Енді мен шайын шығып. Сосын шу деген жерге келіп болды дейміз. Шуға келгесін жерге түсіп бір тазаға жұтып алып. Ағатын істесін өткізім бе? Түскеннен кейін қайда барамыз істейтінімізді әлі біліп тұрған жоқпыз. Енді пландауым керек. Ал ішінен? 20 минут тұрады бұл жерде. Көп тұрады. Сағат 10-ға 15 қалды. Бірақ күн жанып тұр, иә, ыссы, иә? Сен қалың киінді маған куртка киісіп қойдың. Балық жегің келген, мен? Төрт мың ба? Кәдім күнделікті қонақтар. Клубника неше? 1000 теңге ма? Мынау 1000 теңге. Домашний дейсің бе? Сен көріңіз, сразу көріне домашний. Бұрқырап тұр екен, күшті болып тұр екен, бұрқырап. Бұл жерге ет па, қазы қарта ма бір нәрсе іліп қойыпты далаға салқындатып тұру үшін. Енді холодильникке бәрі сыймайды, сосын осылай қылып жасап қойған. Бас жасап кеткен негізі. 20 минут бойы не істейсің? Далада жүресің бе? Ішке барасың ба? Қонаққа келдік, бұйыртса бір қалса қазір ішіне кіріп бір азғантай жұмыстарым бар, соларды жасап алсам әрі қарата көреміз қайда баратынымызды. Осы видеомызды жалғастырамыз. Бүлекең осы шуылдап кіріп баатыр. Wi-Fi бар жер іздеп жүрміз. Бір нәрсені жасап жүру керек. Ең басты мәселені жасаған сияқты болдым. Оны мобильный данный менен тағы бір Wi-Fi керек болыпты, басқа жұмыс жасауға. Мына Бауырдақ деген жерде Wi-Fi жоқ болды. Сосын шығып кеттік. Мынау енді үлкен қалаға Алматыға келіп тұрып табылмай жүр. Алдымызда дегирмен тұр екен. Соның ішінде болу керек. Бұл жерде міндетті түрде болады деп ойлаймын. Біздер мана келіп, апамыздың үйіне барып, етіміз жеп, шайымызды ішіп, болып шыққан себебіміз ол үйде мобильный данный 3G деген ұстайды. Өте жай ұстайды да, слабый. Сондықтан мына көшеге Wi-Fi бар жер іздеп шыққан жайымыз бар. Бүткіл кафелерді аралап шықтық. Осы жерде 5-6 жерге кірдік ау деймін, ешқайсысында Wi-Fi жоқ. Мобильный данный жай ұстап тұр. Енді кейбір жерлерде 5G ұстайды екен. Сол жерге барып тұрып кішкене бір жасап аламын шаруаларымды. Интернетсіз совсем бір қиын болып тұр. Интернет ауадай керек болып қалған заманда бұл қазір. Ашылады андай 3G мен уақыт андай бір күнделікті заттар. Бірақ мен кіретін заттарға болмай тұр. Ал осыменен түсірілімімізді, бүгінгі түсірілімді аяқтаймыз достар. Көп рахмет. Алда өте қызықты видеолар болады. Бізбен бірге болып біздің каналымызға жазылып тіркеліп қойыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Пока.